Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың кейінгі жылдары қолға алған реформаларының бірі түрлі деңгейдегі әкімдерді халықтың өзінің сайлауы. Бұл демократиялық бағытқа жасалған нақты қадам. Жексенбі күні Ұлытау ауданында әкім сайлауы өтті. Ұлытау ауданына әкім болу үшін 3 үміткер тіркелген. Олар Аманат партиясы ұсынған кандидат Аманжол Мырзабеков және өзін-өзі ұсыну тәртібімен түскен Аманбек Сүлейменов пен Асылхан Әлімсейіт. Жалпы аудан бойынша 7000-ға жуық сайлаушы бар. Олар 30 сайлау учаскесі бойынша өз таңдауларын жасады. Біздің түсірілім тобы аудан орталығындағы дауыс беру орындарында болды. Соның бірі номері 723 сайлау учаскесі. Жалпы сайлаушылардың келуі жақсы. Бүгінгі осы уақытқа дейін учаскеде ешқандай заң бұзушылық болған жоқ. Тиісті қоғамдық ұйымдардан бақылаушылар келіп отыр. Мынау енді сайлау халықтың таңдауымен болып жатыр. Енді өзіміздің таңдаумен сайлап жатырық. Ұлытауымыздың гүлденгеніміз өзіміз қалаймыз, тілекшіміз. Сайлаудың өту барысын кандидаттардың сенімді өкілдері мен бақылаушылар қадағалап отырды. Бұл аудан орталығындағы Тірек мектебі ғимаратында орналасқан номері 724 сайлау учаскесі. Құралай Төребай туған жерін түлетуге бел байламаққа еңбек жолын елден бастап жатқан жалынды жастың бірі. Аудан басшысын сайлар жауапты сәтте әр тұрғын белсенді болуға қажет деп есептейді. Мен өзім Алматы қаласындағы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетін аяқтап келдім. Биылдан бастап өзімнің туған жерімде алғашқы жұмысымды бастап жатырмын. Бүгін өз дауысымды бердім. Өзім үшін, болашақ халқымыз үшін, жерлестерім үшін, өзімнің ауылымды дамытуға үлкен үлес қосуға дайынмын. Аудан орталығындағы тағы бір сайлау учаскесі аудандық білім бөлімі ғимаратындағы номері 726 сайлау учаскесі. 726 сайлау учаскесінде халықтың дауыс беру белсенділігі өте жоғары. Ешқандай заң бұзушылық талаптары болған жоқ. Бүгінгі күні участокта үйден дауыс беру мүмкіншілігіне байланысты халықтан келіп түскен өтінішке сай біздің комиссия мүшелері дауысты үйден барып алуда. Сонымен қатар учаскелік сайлау комиссия мүшесі полиция қызметкерімен Айыртау Талдысай елді мекендерінен дауыс алуға кетті. Аудан әкімінің өкілеттік мерзімі заң жүзінде 4 жылды құрайды. Халықтың өзі сайлайтын әкім ел мүддесіне қызмет қылғай. Ұлытау ауданында өткен әкім сайлауының қорытындысын бүгін Ұлытау облыстық аумақтық сайлау комиссиясы ресми түрде жария етті. Сайлаушылар тізіміне 6919 адам енгізілді. Дауыс беруге 4428 сайлаушы, оның ішінде есептен шығару куәліктері бойынша дауыс беруге арналған үй жағдайларынан тыс 274 сайлаушы қатысты. Кандидаттардың жалпы саны 3 кандидат. Ұлытаудан әкім сайлауының қорытындылары мынадай болып белгіленді. Әлімсейіт Асылхан Мырзамсейітұлы үшін сайлаушылардың 494 дауысы берілді. Мырзабеков Аманжол Батырбекович үшін сайлаушылардың 3144 дауысы берілді. Сүлейменов Аманбек Данабекович үшін сайлаушылардың 679 дауысы берілді. Барлығына қарсы белгісі бар бюллетендердің саны 101. Сайлау қорытындыларымен Ұлытау ауданының әкімі болып Мырзабеков Аманжол Батырбекович сайланды. Айта кетейік, Аманжол Мырзабеков 1973 жылы Ұлытау ауданында дүниеге келген. Ол бұған дейінде Ұлытау аудан әкімі лауазымын атқарған. Мұқағали Сейітқазы, Мейіржан Мейрамұлы, Сергей Майкович, Ұлытау телеарнасы.